Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде ой түйін бағдарламасы. Еліміздің аймақтарындағы жұмысшылардың мүддесі мен құқығы қалай қорғалуда, оларға қандай әлеуметтік қолдау көрсетілуде. Міне осы жөнінде хабардар болу үшін біз хабарымызда бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағаларынан, кәсіподақ белсенділерінен сұхбат алып келеміз. Бүгінгі біздің онлайн арқылы жүргізілетін хабарымызда Шымкент қаласындағы су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымы Гүлнұр Нұрланқызы Сүйіндікова қатысады. Сәлеметсіз бе, Гүлнұр Нұрланқызы? Саламатсыз ба? Сіздің аталған мекеме бұл құрылыс кешені және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы қызметкерлері кәсіподағының мүшелік ұйымына кіреді. Енді алғашқы сұрағым, жалпы осы мекемеде еңбеккерлердің құқығын қорғауда ұжымдық келісім шарттың қандай ерекшеліктері бар? Соған тоқталып өтсеңіз. Сіздің сұрағыңыз өте маңызды қазіргі таңда. Біз осы мекеменің басшылығымен келісе отырып, қызметкерлердің барынша жағдайын қамтамасыз ету үшін осы келісім шартты бірлесе отырып жаздық. Оның ішінде зейнетке кеткен, осы саланың зейнетке кеткен ардагерлері, зейнеткерлері нен бастап жаңадан туылған нәрестеге дейін барынша жағдайы қарастырылған. Мысалға айта кетсем, жаңадан туылған нәрестенің ата-анасына бізде істейтін қызметкерге 3 күннен 1 аптаға дейін демалыс күндері беріледі. Жалақысы сақталады. Және де ол жаңа жылдық подаркілерін беріп отырамыз. Одан кейінгі жақын ағайын туысқандары қайтыс болған жағдайда ол кісілерге әлеуметтік материалдық көмек көрсетеміз. Биыл мысалға әке-шешесі, ата-анасы қайтыс болған, немесе балдары, ағайын туысқандар қайтыс болғандарға 30 мыңнан 50 мыңға дейінгі жәрдемақы көрсетіледі. Және де донор. Бізде мекемемізде донорлар бар. Оларға 1 күн демалыс күн беріледі, қан тапсырып болғаннан кейін. Оның барлығы жалақысы сақталады. Тек қана бізге справкасын алып келіп берсе, анықтама қағазын мекемеден, что қанын тапсырды деген сияқты анықтама қағазын алып келген жағдайда ол кісілерге 1 күндік демалыс беріледі. Және де айта кетсек, біздің мекемеде қызметкерлерімізге асханамыз бар. Айына 7 мың теңге төлейді. Оның ішіне бірінші тамақ, екінші тамақ және салаты, шайы, компоты кіреді. Оны 21-22 күнге, 20 күнге шақтаған кезімізде 400-500 теңгеден полноценный 1 күнгі обед уақытысы тамақ. Ондай бағаға қазір ешжерден, қазіргі нарықтағы бағамен ешжерден тамақтану мүмкін емес. Біз барынша өзіміздің қызметкерлеріміздің жағдайын қарастырамыз. Және де зейнетке кеткен ардагерлеріміздің жағдайын үнемі сұрап, хабарласып тұрамыз. Ол кісілердің туылған күндеріне биыл 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап 10 мың теңгеден сыйақы беріп отыратын болдық. Ол кісілердің өздерінің карточкаларына аударамыз, немесе барып үйлеріне жағдайларын сұрап, сондай көмек көрсетеміз ол кісілерге. Олар енді жалғыз қалады, кейбіреулері көңіл күйлерін сұрап, барынша жағдайларын сұрап қамтамасыз етіп тұрамыз. Және 1 қазан зейнеткерлер күніне біз ол кісілерге үлкен сый-сияпат қоржын жасап табыстаймыз. Бізде қазіргі таңда 148 зейнеткеріміз бар. Гүлнұр Нұрланқызы, жалпы ұжымда қанша еңбеккер қызмет етеді, кәсіподақ мүшесі болып табылатын? 1059 қызметкеріміз бар. Олардың барлығы кәсіподақ мүшелері болып табылады. Ерікті. Өйткені бізде осы кәсіподақ ұйымы көптеген іс-шаралар ұйымдастыру мақсаты бар, ұйымдастырып отырамыз, және көптеген әлеуметтік көмек көрсетеміз ол кісілерге. Сондықтан олар барынша бізге келіп, тіркеліп, немесе қалай айтсам екен,
көмек сұрап, қалай істесем болады, жолын көрсетіп жіберіңізші деген сияқты нелер болады. Өзімнің тікелей мамандығым негізінде заңгер. Сондықтан заң саласы бойынша да және де психологиялық бір көмек керек болатын болса да, ол кісілермен барынша солай жақсы қарым қатынаста қызметкерлермен сондай ауызбіршілігіміз жақсы. Өте жақсы, Гүлнұр Нұрланқызы. Сұрақ қойып жіберейін. Мен сіздердің осы мекемеде бастауыш кәсіподақ ұйымының қолдауымен жаңа ұжымдық шарттан да басқа әлеуметтік жеңілдіктерді қарастырған екенсіздер. Сіздерде бір азық-түлік дүкені немесе бір қойма жұмыс істейді деп естідім. Осы туралы айтсаңыз. Мен осы мекемеде босатылған кәсіподақ ұйым басшысы болғандықтан, маған Анарбек Оңғарұлының қолдауыменен көптеген осындай әлеуметтік жұмыстарменен көп айналысыңыз, барынша жағдайларын қамтамасыз етіңіз, қандай көмек керек соны біліп отырыңыз деп маған сондай тапсырма берген болатын. Сондықтан біз былтыр 62 тонна алып келген болатынбыз азық-түліктен. Ол нарықтан 20% төмен бағамен алып келеміз, және де біз тікелей өндірушінің өзімен барып келісім шартқа отырып, сол жерден өзіміз определенный уақытта керекті азық-түлігімізді алуға барынша келісім шарт жағын қарастырып, бағаны тұрақтандыру үшін сол кездегі бағаменен алып отырамыз. Қазіргі таңда 2020 жылы біз 2 есе көбейттік. Былтыр 68 болатын болса, биыл 120 тонна азық-түлікпен қамтамасыз етеміз қызметкерлерімізді. Оның ішінде ұн, күріш, шекер, макарон, ет және жеміс-жидектер және химиялық товарлар бар. Оның ішінде менің өзімнің қойма берілген маған осы мекеменің ішінен. Оның ішінде кәдімгі үңгіршек деп айтамыз ғой, магазин. Сол сияқты қылып тонна менен алып келемін. Мысалға, ұнды мен 15 тонна алып келдім. Осы 2022 жылы мен уже ол нені 100%-ға қамтамасыз етіп қойдым. Картошканы 15 мың тонна алып келуім керек, мен одан 17 мың тонна алып келдім. Ол дегеніміз біздің қызметкерлердің сұранысына байланысты, сұранысына қандай азық-түлік керек, мен сол азық-түлікпен бұл кісілерді қамтамасыз етіп отырамын. Қазіргі таңда элементарно айтсақ, былайынан салыстырмалы түрде базарда картошка 150 теңгеден. Есік алдағы магазинде ол картошка 200 теңгеге барады. Менде 120 теңге. Мен тікелей өндірушіден аламын. Және ол картошка ең жоғарғы сорттағы картоп өнімі. Шекер, биыл жазда бізде шекер өте тапшы болды. Бірақтан біздің қызметкерлерге шекер уақытысында және төмен бағаменен қамтамасыз етіліп, көп қызметкердің алғысын айтып отыр. Қазір қызметкеріміз айтады, сіз біздің отбасымызды асыраушысыз дейді. Неге десем, азық-түліктің бәрін сіз әкеліп беріп жатсыз дейді. Біз жұмыстан қолымыз тимейді дейді. Енді тек қана бала-шағамызды паркке апарып қыдырсаңыз болды дейді ғой. Иә, мына жақсы жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Жаңа Гүлнұр Нұрланқызы өз сөзіңізде айтып өттіңіз. Басшыңыздың аты жөні ғой, менің түсінгенім. Ол кісінің тапсырмасымен деп отырсыз. Бұл енді кәсіподақпен жұмыс берушінің арасында жақсы байланыс түзілген екен. Биыл мына кәсіподақтар федерациясы әлеуметтік әріптестік жылы деді. Бұл үлкен қолдау, жұмыс берушінің жұмысшылардың жағдайын ойлап отырғаны, әлеуметтік қолдау жасауға бет бұрыс жасап, бұл кәсіподақ мүшелерінің де алғыс ризалығын айтып отырсыз. Өте керемет жұмыстар екен жасалып жатқан. Ал енді олардың денсаулығын түзеуге қандай жұмыстар жасалып жатыр жұмысшылардың? Және де осы 2020 жылғы тапсырма бойынша, ортақ шешім бойынша, бастықтың ұсынысы бойынша біз осы мекеменің ішінде отыра, қазіргі заманауи уақытқа сай өзіміздің қызметкерлер жұмыс уақытынан алысқа кетпестен, осы жерде денсаулықтарын түзеу үшін біз спорт кешенін аштық. Ол спорт кешені бізде уже 90%-ға қамтылған. Қазіргі кішігірім бір детальдар бар.
ашылу салтанаты болады, Құдай қаласы, оның бәрін ұйымдастырып жатырмыз. Кәдімгі толыққанды 100% спорт кешенін ашып жатырмыз. Бұл жақта тренажерлар бар, қызметкерге қажетті раздевалка, киім ауыстыратын жері бар, душевой бар, бәрін орналастырып, бәрін қамтамасыз етіп қойдық. Жақын арада енді ашамыз деп отырмыз. Өте жақсы, Гүлнұр Нұрланқызы. Бұл жерде мекемеде жастар қанша пайыз құрайды жұмыс істейтін? Бізде 36% жастар құрайды. Жалақыларын уақытылы алып тұрады ғой. Иә. Енді көп рахмет, уақыт бөліп, осы атқарылып жатқан жұмыстарыңызбен бөлістіңіз. Алдағы уақытта қандай қолдаулар, қандай өзгерістер, жақсы тың ақпараттарыңыз болса бөлісіп тұрыңыз. Эфирге қатысқаныңыз үшін көп алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі біздің хабарымызда Шымкент су маркетинг жауапкершілігі серіктестігінің бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымы Гүлнұр Нұрланқызы Сүйіндікова болды. Көп рахмет, сау болыңыз. Рахмет сіздерге, істеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.